Бәріміз өмірде кедей болғымыз келмейді, бай болғымыз келеді. Соның ішінде дәл осы видеоны қарап отқан адамды мен ойлаймын, ол қаржылық сауаттық каналын қарап отқан болса, бай болғысы келеді, еркін болғысы келеді қаржылай түрде, соған жетудің жолын іздейді. Бірақ осы бүгінгі видеода мен осы бір байлықты тежететін немесе байлықтан ондай кедергі болатын 5 нәрсе туралы айтқым келеді. Кеттік. Ең бірінші үлкен қателік ол ақша үшін жұмыс жасау. Маған ақша төлейді, мен сол үшін жұмыс жасаймын. Мысалға, солай ойлайтын адамдар көбінде официант болып жұмыс жасайды да, мысалға мен кішкентай кезде жұмыс жасаса проблема емес, официант болып жұмыс істей береді. Неге? Мен зато бір смена шығамын, маған 15 мың теңге төлейді. Таксовкаға шығамын, зато менде 20 мың теңге қалтамда болады. Кім саған 20 мың теңге беріп жатыр деген сияқты. Күндік немесе әйтеуір ақша үшін жұмыс жасау. Яғни қабілетім дамып жатыр ма ол жерде? Менің коллективім мықты ма? Сол коллективтерден мен өмірлік стратегиялық білімдер алып жатырмын ба? Менің өмірлік кругозорым, танымым артып жатыр ма? Бұл профессия арқылы маған жаңа бір мүмкіндіктер ашылып жатыр ма? Ол маған сұраққа қоймайды. Главное, ақша алып жатырмын ба? Болды деген сияқты. Өйткені ол адамның мақсаты лишь бы ақшасыз қалмау, немесе әйтеуір бір ақша алып кету деген сияқты ой болатын болса, мен ойлаймын, ол адам алысқа бармайды. Сол секілді ең бірінші, ең маңызды нәрсе, именно байлыққа алып келетін нәрсе ол қабілет. Бірінші ақша табу қабілеті, екінші қаржылық сауаттылық қабілеті, үшінші может быть сату қабілеті деген сияқты бір қабілеттер жинау керек. Сондықтан жұмысқа барған кезде адам қабілеті төмен болса, ешқандай нормальный жұмыс орны ол адамға үлкен айлық бермейді, үлкен ақша бермейді. Неге? Өйткені ол адамның қабілеті жоқ, және ол компанияға беретін сондай бір пайдасы жоқ. Ал көп адамдар ол қабілетін дамытқысы келмей, лишь бы ақша алғысы келетін болса, сондай бір төмен санаттағы жұмыстарда застревать етіп қалып қояды. Осыған дейін мен жұмыс жасаған компанияларда мен көбінде тегін жұмыс жасадым, немесе өте аз зарплатаға жұмыс жасадым. Және олар өздері сразу біледі. Ислам, сен мына жерге жұмысқа келдің бе? Сен айлық аңсама дейді. Бұл жерде айлық емес, сен қабілет немесе осындай бір әлемдік стандарттармен жұмыс жасау нормативтерін үйренесің. Және сол арқылы басқа компанияға барсаң, олар саған 2 немесе 3 есе көп айлық төлейді деген нәрсемен саған сатады жұмыс орнын. Сөйтіп сен оған 15 сағат тегін жұмыс жасап беруге мәжбүрсің. Сөйтіп айлығым ол кезде 100 мың теңгеге жетпейді. Енді былай күлкілі сияқты, тупой сияқты, бірақ мен ойлаймын, ол тупизм емес, ол өте жақсы нәрсе. Өйткені ол қабілет сенің айлығыңнан 100 есе, 1000 есе қымбат. Байлыққа кедергі болатын тағы бір енді өте бір, қалай айтсам болады, яма, қора, жаман нәрсе ол бай болып көрінуге тырысу. Осы нәрседен аулақ болмасаңыз, онда бүкіл ақшаңызды осындай қате ойдың артындағы бір тесікке жұмсайсыз. Ол қалай? Мен киімім не то сияқты. Давай мен киім алайын. Киім алып аласың. Одан кейін барып, мен машинам ескіріп қалды. Дерзкий бір машина алып алайын деген сияқты бір машинаға жұмсайды. Одан кейін барып үйінде квадратура жетпей қалған сияқты тағы да бір үлкен квадратура алып бастайды. Одан кейін қонақ күтетін кезде анау болады ғой, бешбармақты обычный легенге емес, енді біз астауға салайық деген сияқты бір осындай бір керек емес, бір мұқтаж емес, бірақ бай болып көрінгісі келетін расходтарға көп ақша жұмсау. Оны мен былай айтар едім, ол байытатын расходтар емес, ол бай болып көрінуге тырысатын расходтар. Сол себепті байлық ол сіздің сыртқы атрибутикаңызбен есептелінбейді. Яғни қымбат көлік, қымбат киім, әдемі үй, бешбармақта специально қоятын астау, үйіндегі сервис, ол нәрселермен бағаланбайды. Ол нәрсе байлық емес. Байлық ол адамның жеке финансовый капиталы. Жеке финансовый капиталыңыз өспей, сіздің расходыңыз өсетін болса, осы сізді қаржылық еркіндіктен баюдан тежейтін өте бір маңызды фактор. Ағылшынша rich and wealthy деген екі бір понятие бар, түсінік бар. Rich дегеніміз осылай, былайша сасып жүреді ғой, айқайлап, мен баймын, қолына Rolex тағып алады, осындай, мен сөйтем, мен бүйтем, өсіп ақша көтерем деген сияқты. Екіншісі wealthy, ол дәулетті деген мағына береді, немесе благосостоятельный, яғни дүниесі бар деген сөзді. Осы дүниесі бар адамға сол rich адам жұмыс жасайды на самом деле. Өйткені сол wealthy адам rich адамның проектілеріне, басқа да жерлеріне инвестиция немесе заемный ақшалар берген. Және сол wealthy адамды байыту үшін осы rich адам адамдарға сайрап жүріп, айқайлап жүріп, сол адамның ақшасын көбейтумен айналысады. Сондықтан ұялмай, кәдімгідей өзіңіздің как есть дәрежеңізде өмір сүруді қабылдап, сонымен спокойно байығанға не жетсін. Байлықтан тежейтін немесе баюға кедергі болатын үшінші ой, ол бәрін өзім жасаймын деген ой.
как будто андай энергия шексіз, сен шаршамайсың, бәрін өзің білесің, үстесінде бәрін істеп тастайсың деген сияқты. Оның артында қосымша тағы біреу жүреді. Не істеймін оған төлеп? Лучше өзім істей салмайын ба деген ой ғой. Бұл мәселеде өте бір қате ой. Неге? Өйткені сіз шаршайсыз. Шаршаған адам ол бай алмайды, ол дұрыс ойлана алмайды. Екінші нәрсе, сіз бүкіл салада маман бола алмайсыз. Яғни, мысалға, мен қазір қаржы саласында өзім айналсам, үстемде мен медиа саласында өзім істей саламын онда. Одан кейін бар ана жақта логистиканы өзім істей саламын мен оны. Аналитика онда өзім істеймін деген нәрселер ондай болмайды. Лучше өзіңіздің білетін салаңызды істеп, қалған нәрселерді делегировать етіп және мамандарды жалдап үйрену керек деп ойлаймын. Оларға ақша төлеп үйрену керек. Олардан экономить ететін болсаңыз, онда өзіңіз орға қазап тастайсыз. Сондықтан мысалға байып жатқан адам болатын болса, мысалға юрист жалдап үйрену керек, финансист жалдап үйрену керек, өзінің компаниясына немесе өзінің жеке ақшаларына аналитик жалдап үйрену керек, мысалы рисковик жалдап үйрену керек, бухгалтер жалдап үйрену керек, көмекші жалдап үйрену керек, және солардың ай сайын айлығын немесе қызмет ақысын төлеп үйрену керек деп ойлаймын. Ол норма. Просто так мен ақшаны салып қоямын да, ақша маған тап-таза болып түсіп отырады деген нәрсе өтірік. Ондай болмайды. Ақшаның келуінде обслуживать ететін адамдар бар, және солардың қызмет ақысын төлемесеңіз, ол ақша сізде мүлдем келмейді. Ол андай сияқты ғой, үйдегі трубопровод. Труба мысалға салқын болып тұрады, сіз өзіңізге жылы су алғыңыз келеді, жылы су бүкіл трубаны жылтып барып сізге келеді ғой. Сол сияқты ол труба жылмаса сізге жылы су қалай келеді деген сияқты. Ол трубалармен келеді, ол трубаларды сіз сатып аласыз, оларды обслуживать етесіз, оларға күтім жасайсыз. Дәл сол секілді осындай бір проводник қызметшілер сізде болуы шарт деп ойлаймын. Және оларға төлеп үйрену керек. Экономить етіп, арзан іздеп керек емес. Ол сапалы маман өзінің сапалы қызметіне нормально ақша сұрайды, және соны біз төлеп үйренеміз. Байлыққа кедергі болатын төртінші нәрсе ол бизнестан бизнесқа немесе жұмыстан екінші жұмысқа секіре беру. Ол ойлайды, мен қазір бизнесімді мынанша теңге тауып жатырмын, егер ана нишаны істеп кетсем, менің табысым одан сайын өсіп кетеді деп ойлайды. Бірақ бұл нәрсе өте үлкен қателік. Неге? Байлықты немесе бизнес дәулетті байлықты жинайтын адам бір саламен бірінші жылда емес, көбінде екінші, үшінші, бесінші жыл, 10-шы жылда ғана жетеді. Біректе өзімізде біз достарымызбен отырмыз, жақсы бір достарымыз жақсы қаржылық нәтижеге жеткен болатын, және соны бәріміз талқылап отқан кезде айтамын да, ешкім оказывается бір жыл айналыса салып бұндай дәрежеге жетпеген екен. Біреуі 7-ші жылы, біреуі 6-шы жылы, біреуі 5-ші жылы деген сияқты. Дәл солай бізде мысалы инвестициялық өзіміздің табыстарымызды 3-ші жылдан кейін ғана барып сезе бастадық. Оған дейін ол нәрсе сезілген жоқ, білінген жоқ, көрінген жоқ. Сондықтан өзіңіздің скучный болсын ісіңізбен, кәсібіңізбен немесе жұмысыңызбен айналысу, ол байлықтың немесе баю жолындағы жақсы бір көрсеткіш. Бірақ ол сізді байыту керек, ол фин моделімен жүру керек сізді, бірақ просто так мен бір нәрсемен айналысып жатырмын, 5-ші жылы по-любому байым ғой деген болмау керек. Сізде 5 жылдың көлемінде де өсім болу керек, рост болу керек. Сол айтайын дегенім, көп жағдайда адамдар өзінің кәсібіне немесе өзінің жұмысына құнсыздандырып, как будто соның кесірінен, нишаның кесірінен, жұмыстың кесірінен байымай жатқан сияқты сезім болады. Ол өтірік нәрсе. Сол себепті өзіңіздің салаңызда көп табыс табу ықтималдығы жоғарырақ жаңа салаға қарағанда. Егер де басқа да бір сұрақтарыңыз болса, сол ниша таңдау немесе осындай бір финансист, болмаса бизнес-тренер деген сияқты адамдарға барып, ақыл сұрауға, консультация алуға кеңес беремін. Американдық бизнес кітаптарда Т-модель деген нәрсе бар. Болмаса моноконцептуальность деген нәрсе бар. Ол нәрседе айтады, егер сенің фокусың әртүрлі нәрсені, әртүрлі бағытта даму болатын болса, сен дамымайсың. Ол нәрсе өтірік. Егер ұзаққа барғың келетін болса, онда бір ғана нәрсемен жүру керексің деген түсінік бар. Сол себепті мысалы өзіңіз международный франшизаларды қараңыз. Олар мысалға көп нәрсені араластырмайды. KFC крылышко сатады, бургер ол тек бургерін сатады. Олар паста сатпайды. Не знаю, барный болатын болса, ол тек қана өзінің чайларын, мысалы бабл ти деген сияқтылар тек қана чай сатады. Олар бургер сатып кеткен жоқ, олар паста сатып кеткен жоқ, олар киім сатып кеткен жоқ, иттің кормдарын сатып кеткен жоқ и так далее. Сол секілді өзіңіздің кәсібіңізде бір ғана нәрсені және сол нәрсені дұрыс жасайтын болсаңыз, осы баюдың стратегиясы. Сізді бай болудан тежейтін 5-ші қателік ол қаржылық сауатсыздық. Енді көп адам ойлайды, мен көп ақша тапсам байимын, көп ақша тапсам болды, мен проблема шешіледі, көп ақша тапсам болды, мен бақытты боламын деп ойлайды. Ол өтірік нәрсе. Қаржылық сауаттылық көп ақшамен байланысы жоқ. Қаржылық сауатты болуға болады, кішкентай айлық алсаң да. Көп ақша тапсаң да қаржылай сауатты болуға болады. Сол себепті қаржылай сауатты адам көп ақша таппаса да бай болады. Қаржылай сауатсыз адам көп ақша, шексіз ақша тапса да ол кедей болады. Сол себепті қаржылай сауатты болу ол бірінші шарт.
және сол қаржылық сауаттылықтың ішіне не кіреді деген кезде мен былай айтатын едім. Бірінші очередь финансист және басқа да осы инвестициялық брокер немесе инвестициялық консультант, портфельный менеджер, осындай бір финансист аналитик деген сияқты адамдардың қызметіне немесе курстарына, болмаса олардың бір консультацияларына алудан және постоянно солармен бірге жұмыс жасаудан тұрады деп ойлайтын едім. Енді мысалға елестетейік, адам ойлайды, зачем оған мен ақша төлеймін, мен ертең байып кетемін ғой, мен 100 миллион болады деген сияқты ойлай бастайды. Мен сізге айтайын, допустим, елестетейік, сіздің 5 миллиард ақшаңыз бар. 5 миллиард ақшаңызды өзіңіз басқара аласыз ба? Қалай басқарасыз? Қай теңге, қанша миллион теңге, қай жерде жату керек? Ол объекттің бағасы қанша болу керек? Мына активтің бағасы қанша болу керек? Қанша теңгесін алтында сақтаймыз, қанша теңгесін жерде сақтаймыз, қандай бізге кэшфлоу түсіп отыру керек, оның рентабельностьтері қандай болу керек деген нәрселерді бір адам істей алады ма? Ол бір адам істей алмайды. Ол бір адамның жұмысы емес. Ол 5 миллиард теңгені басқару үшін уже целый команда керек. Оның ішінде юрист болады, финансист болады, риск менеджер болады, какой-то бір due diligence-ті атқаратын адам болады. И получается 5 миллиард теңге ары қарай өсу үшін оны қамтамасыз ететін бір команда жұмыс жасайды. Ал қазіргі жағдайда сізде 5 миллиард болмауы мүмкін, бірақ 5 миллион теңге болуы мүмкін, может быть 50 миллион теңге болуы мүмкін, бірақ ол 50 миллион теңге басқару үшін үлкен бір команда болмаса да, как минимум бір консультант болған жақсы. Консультант дегеніміз кім? Сырттан ақыл кеңес беретін, сол салада өте жоғары біліктілігі, білімі бар адамнан ақыл сұрау сіздің 50 миллион теңгеңіздің бір 10 жылға ерте немесе 20 жылға ерте 5 миллиард теңге болуына кеңес бере алатын адам. Және сол адамдардың қызметтерін алуға мен сізге қатты прям настоятельно рекомендую, кеңес беремін. Егер де өзіңізде өзінің қаржылық сауаттылық саласында өзіңіздің капиталыңызды өсіру, дәулеттіңізді өсіру сізге қызық болатын болса, мына жерде көрсетілген WhatsApp нөмірге жазсаңыз болады. Бізде сіз менен жеке консультация өте аласыз. Консультациядан ары қарай бізде осы қаржылық сауаттылық бойынша, табысты көтеру бойынша трансформация деген курсымыз бар. Оның ішінде 30 поток өтті, 550-ден астам кәсіпкер оқып шықты. Оның ішінде долларовый миллионерлер де бар, оның ішінде найында жұмыс жасайтын адамдар да бар, айтишник те бар. Вообще жұмысы болмай кәсіпті бастап ары қарай да доллар миллионер болу жолында келе жатқан адамдар да бар. Мысалға өткен жылдары 0 теңге немесе 10 миллион теңгеге дейінгі капиталдары бар, бүгінгі жағдайда 50-100 миллионнан асып кеткен адамдар бар. Олардың жастары бір 40-50-дегілер емес, өте жас балалар, тоже айлықтан шығып істеп жатқандар да бар. Сол себепті өзіңіздің қаржылай сауатты және бай болғыңыз келетін болса, осы 5 қателікті жасамай және өзіңізге қызық болса, біздің осы көрсетілген номер бойынша толық ақпаратты ала аласыз. Кездескенше.